Ақталды. Жауап алды. Біраз мектептер қатысып отыр ғой. Оружие. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай, құрметті әріптестер? Бір жерден кірген кезде 3 микрофонды қосып қоймаңыздар. Микрофондарыңызды сөндіріңіздер. Бұны міне. Осылай аналар көріп келіп оқушылар. Үстіріп қойды. Мынаны астын жазсайшы 143 деп отыр. Камераны қосып отырасыздар, микрофон сөндіресіздер. Сұрақ қойған кезде ғана микрофонды, жауап беретін кезде қосасыздар. Дайынсыздар ма? Жүз 35. Бидайық, Сәкен. Скриндап қойсаңыз, мәтін жазған кезде керек болады осылар. Кім кіргенше? Не? Бастаймыз, дайынсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер. Барлығымыз оқулығымызды 8-ші сыныптың алайық, дәптерімізді алайық, қаламымызды алып, бүгінгі күнді жазып, дайын отырайық. Бастауға рұқсат па? Олай болса, рахмет. Алдын ала микрофонымызды сөндіріп отырсақ, кедергі жасамай бір-бірімізге кері байланыс болар алдында ғана микрофонымызды қосып жауап берсек, өтініш болсын. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. 135 Атасу мектебіне осы алдыңғы сабағымызда сабақ болған болатын 8-ші сыныпқа. Енді бүгін бізде жаңадан аудандардан, ауылдардан қосылып отыр. Қош келдіңіздер бүгінгі сабағымызға. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін баршаңызға. Сабаққа жақсы қатысып, кері байланыста боламыз деген ойдамын. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. What did you do today? Бүгін нешесі балалар? Бүгінгі күнді жазып, балалар, тақырыбымызды жазып қойық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар, элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері, сілтілік металдар. Тақырыбымызды дәптерге жазайық балалар. Жазып болсақ, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты балалар, химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеуіміз керек. Яғни осы химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті газдар, олардың ұяластарына мысалдар келтіру болып табылады. Балалар, қазір барлығымыз оқулығымызды ашып, периодтық жүйені ашып, назар аударып отырайықшы балалар. Бүгінгі біздің сабағымызда негізгі тірек сөздер пайдаланылады балалар. Ол период, топ, инертті газдар, галоген, сілтілік металл, атом құрылысы және электрондық формула. Бүгінгі сабағымыздың балаларына тірек сөздері 3 тілділікте жазылып тұр. Сондықтан балалар өзіміз скрин жасап осы фотоға түсіріп алайық балалар, болашақта қажет болады, иә? Ендеше балалар, осы тірек сөздер арқылы бүгінгі біздің сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Барлығымыз оқулығымызды ашып, периодтық жүйеге назар аударайық балалар. Аштық па бәріміз? Балалар. Периодтық жүйені ашсақ, балалар, назар аударайық, қазір түсіндірме жұмыс болады,
Балалар, бүгінгі біздің периодтық системаны балалар білеміз, бұл 7 периодтан, 11 қатардан және 8 топшадан орналасқан. Енді бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты осы периодтық жүйедегі табиғи ұяластарды білу болып табылады. Табиғи ұялас дегеніміз не? Жаңа ғана сабақтың тақырыбында барысында айтқан уақытта мақсатында біз айттық, бір топта ұйымдастырылған, орналасқан элементтер дедік. Ендеше балалар, бүгін сілтілік металл дегеннен басталып отырмыз. Ендеше балалар, біздің периодтық жүйеміз сілтілік металдардан басталып, балалар инертті газдарымен аяқталып орын алады. Ендеше назар аударсақ, периодымыз 7 периодтан тұрады, 11 қатардан тұрады. Оның ішінде бірінші, екінші, үшінші периодымыз кіші период деп аталады. Себебі балалар, қарайықшы, міне бір ғана қатардан тұр. Байқадық па? 4-ші периодтан бастап 7-ші периодқа дейін балалар, мына периодтық жүйеде 7-ші период аяқталмай қалған, негізі аяқталған қатары бар балалар. 4-ші периодтан бастап балалар бізде үлкен период болып саналады. Не себепті? Себебі міне балалар, назар аударсақ, 2 қатардан тұр. Байқадық па? Сондықтан 2 қатар болғандықтан бұлар үлкен период болып саналады балалар. Жақсы ма? Енді әрі қарай назар аударайық. Әрі қарай біз табиғи ұялас деген олардың бір топта орналасуы деп анықтадық, Ендеше балалар, бірінші топтың элементтері, міне өзіміз отырамыз, мысалы сабақта отырған уақытта бір қатарда орналасамыз, балалар. Бір қатарда орналасқандықтан біз бірінші қатардың оқушылары деп атаймыз. Дәл солай балалар, бірінші топтың элементтері орналастырылған. Бұл бірінші топтың элементтерін балалар сілтілік металдар деп атайды балалар. Сілтілік металдарға балалар, міне литий, натрий, калий, рубидий, цезий және франций бар. Оған назар аударсақ, міне балалар, литий, натрий, калий, рубидий, цезий және франций. Бұл металдар балалар сілтілік металдар деп аталады. Және бірінші топта орналасқандықтан балалар бұлардың тотығу дәрежесі, яғни валенттілікті 1 болып табылады. Сілтілік металдар балалар негізгі оксидтері болып табылады, ал гидроксидтері суда жақсы еритін негіздер болып табылады балалар. Ол жөнінде қазір біз барлығымыз реакция жазып балалар анықтайтын боламыз. Енді екінші топтың элементтеріне қарасақ балалар, міне жаңа екінші топтың элементтерінде балалар сілтілік жер металдары деп аталады балалар. Бұлар екінші топта орналасқандықтан 2 валентіні береді. Үшінші топтың элементтері балалар, міне қарап отырсақ, бор, алюминий, галлий, индий, лантан дейміз балалар. Бұлар үшінші топтың элементтері, бұлар тұрақты 3 валентіні береді және амфотерлі элементтер деп аталады. Неліктен? Қараңызшы балалар, бізде периодтық жүйеде балалар оқулықта белгіленген, бериллийдің мына жартысынан бастап бұлар бөлініп тұр, вертикально жүрмейді балалар, бөлініп тұр балалар. Байқадық па? Оның қандай мақсаты бар балалар? Үстінде орналасқан элементтеріміз біздің бейметалл дейміз, астында орналасқан элементтеріміз металл дейміз. Сонда байқасақ, міне балалар, алюминийді 2 жартылай жолдан бөліп тұр. Байқадық па балалар? Сонда бұл амфотерлі қасиет деп неге айтамыз? Себебі негізі қасиетті көрсетеді, қышқылды қасиетті де көрсетеді балалар. Жақсы ма? Сондықтан бұны амфотерлі элементтер дейміз. Енді балалар, осының ішінде 6-шы топ элементтері бар. Мектебінің аясында ғой. Балалар, НТ-да осы сұрақтар көп келеді. Халькогендерді ата деген сұрақ өте жиі кездеседі. Сол кезде балалар, халькоген деген не дегенде сіздер білулеріңіз керек, ол 6-шы топтың элементтері болып табылады балалар. Жақсы ма? 6-шы топ балалар, қарап отырсақ, олар 6-шы топта орналасқандықтан ең жоғары валенттілігі 6-шы топтың 6 болады да. Және бұл жұпсан ғой, қарасақ, 6. Оның алдында қандай жұпсан бар балалар? Айтайықшы, 6 деген санның алдында. Кері байланыс берейікші балалар. 4, жақсы, сосын 2 өте жақсы балалар, өте жақсы. Демек, 6-шы топ халькогендердің балалар валенттілігі 6 бола алады, 4 бола алады және 2 бола алады. 7-ші топтың элементтері балалар галогендер деп аталады. Мысалы, фтор, хлор, бром, йод, астат. Бұлар жазылған кезде балалар, алдыңғы біздің сабағымызда балалармен айтып өткен болатынмын. Фтор 2, бос күйінде, хлор 2, йод 2, бром 2 деп балалар бізде бос күйінде осылай жазылады балалар. Жақсы ма? Енді балалар, бұл 7-ші топтың 7-ші топшада орналасқандықтан балалар, бұл галогендердің оттегімен қосылысы 7 валентіні береді. Ол деген не балалар? Мысал үшін, фторды аламын балалар, қасына оттегіні қоям. Егер бұл галогендердің жанында балалар оттегі, кислород дейміз ғой, оттегі тұрса балалар, бұл жоғары валенттілігі 7-ні береді. Жарай ма? 7 болады, ал оттегі 6-шы топшада орналасқан балалар, бірақ бұл оттегі айтады ғой, постоянный элемент балалар, тұрақты сан болады. Бұның тұрақты валенттілігі балалар 2-ні береді, Біз алдыңғы сабағымызда есепте шығарғандай балалар формуланы құраған болатынбыз. Бір тақсан, бір жұпсан. Формуланы қалай шығарамыз деп айтып едім балалар? Кім айтады? Екеу крест,
креске кетеді балалар. Сонда қандай формула шығушы еді бізде? Кім айтады? 2 төмен түседі балалар. 7 оттегінің жанына келеді. Сонда дұрыс. Сонда фтор 2 О7 дәл солай хлор 2 О7 болады. Есте сақтайтын бір мәселе балалар. Осы галогендер оттегімен әрекеттескенде ғана 7 валентіні береді. Ау? Түсінбедім тағы да. Әрі қарай балалар. Әрі қарай балалар, егер осы галогендер балалар сутекпен, бейметалдармен, болмаса металдармен реакцияға түскен уақытта балалар формула құрау барысында ол тұрақты бір валентіні береді. Мысалы, сутек және хлор. Қарайықшы, егер мін көрдік па, бейметал, сосын және қасына жазып қойын кальций, хлор, мынау металл балалар, е? Бұл кезде кальций екінші топта орналасқан сілтілік жер металына жатқызылады. Бұл сондықтан 2 валентті тұрақты. Хлор, егер осы металмен және бейметалмен реакцияға түссе балалар, 1 валенттілікті береді балалар. Жарай ма? Сонда мұнда қарасақ, хлор кальцийдің астына түседі, 2 хлордан кейін түседі. Сонда формуламыз кальций, хлор 2 болады. Мұн жерде балалар, екеуі де бірдей сан болғандықтан қысқарып кетеді да, H хлор деген формула қалады. Галогендерде балалар түсінікті ма? Галоген дегеніміз, яғни оттегімен реакция әсерінде 7 валентті береді. Себебі міне 7-ші топшада тұр балалар, е? Егер металмен және бейметалдармен реакцияға түскен кезде ол тек қана 1 валенттіні береді балалар. Егінді 8-ші топшаның элементтері гелий дейміз балалар, неон дейміз, аргон, криптон дейміз, ксенон. Бұлардың барлығы инертті газдар деп аталады, е балалар. Тек қана ішінде мына темірді айтамыз балалар. Темір 8-ші топшада орналасқанмен оның тұрақты валенттілігі 2 және 3-ті береді балалар. Енді әрі қарай балалар осы периодтық жүйеден балалар қарап отырсақ, қазір мен бұлай айтқым келіп отыр балалар. Жаңа біз айтқан болатынбыз балалар. Сілтілік металдар сумен реакцияға түскен кезде негіз түседі дедік. Соны дәлелдесек балалар. Сілтілік металдың біреуі мысалы балалар натрий, сумен реакциясын көрсек балалар. Мына кезде балалар, мына H2O деген, ол HOH деген сөз балалар. Жарай ма? Сонда мына орын басу реакциясына жатқызылады. Ол дегеніміз натрий мен OH әрекеттеседі да, сутек бөлініп шығады деген сөз балалар. Жақсы ма? Сонда формуламыз натрий OH қосылған сутек бос күйінде H2 деп жазылады. Бұл газ бізде. Енді балалар, мынау натрий 1-ші топшада орналасқан 1 валентті, OH 1-ші топшада орналасқан 1 валент, 1-ші топшада деп балалар. Оқулықтың артында ергіштік кестесі бар. Сол ергіштік кестесінде иондар берілген. Сол кезде қарасақ балалар, OH-тың үстінде минус деген таңба тұр, заряд. Ол дегеніміз минус деген 1 валентті деген сөз. Егер 2 минус тұрса, ол 2 валентті деген сөз балалар. Жақсы ма? Сондықтан балалар бірдей сан болғандықтан ол қысқарып кетеді да, натрий OH деген формула құралады. Енді бізге теңестіру керек балалар. Қарайықшы, реакцияға дейін сутегім 2, реакциядан кейін 3 болып тұр. Теңестіру үшін балалар, біз жұпсан шығып теңестіру үшін алдына, натрий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Мұна алдына түскен коэффициент натрийда 2 деген сөз, оттегі да 2 деген сөз, сутегі да 2 деген сөз балалар. Жақсы ма? Сонда сутегіміз санайықшы 2, міне 2, 4 болады. Реакцияға дейін сутегіміз 4 болу үшін H2-ның алдына неше қоямыз? Неше қоямыз? 2 қоямыз. Дұрыс айтасыңдар, 2 қоямыз. Сонда мені сутегім 4 болды балалар, жарай ма? Енді қараймыз, оттегім 2, көрдік па? Мені оттегім 2, дұрыс па? Натрийім 2, мына кезге сондықтан 2 қоям. Мұна түзілген зат балалар, натрий OH не деп оқылады? Гидроксиді деп оқылады балалар. Дұрыс айтасыңдар, гидроксиді болады. Жақсы ма? Сондықтан балалар, сілтілер сумен әрекеттесу барысында сумен оңай реакцияға түсіп, сілті түзеді екен балалар. Жақсы ма? Жазып алайық балалар, болмаса түсіріп алайық, е? Так, балалар, болдық па? Келесі. Енді балалар, осы сілтілік металдардың балалар табиғи ұяласы, яғни бірінші топта бізде тақырыбымызда сілтілік металл деп тұр ғой. Сондықтан осы бірінші тобымыздағы балалар элементтердің периодтық жүйеде орналасуындағы металды қасиеттеріне тоқталсақ. Балалар, қараймыз. Металды қасиет мына жоғарыдан төмен қарай артады. Неге? Оны қалай біз көрсете аламыз балалар? Мысалы, натрий. Қарайықшы, натрий сумен реакцияға түскен кезде, мысалы біз қайнап тұрған сұйық майға балалар бауырсақ салған кезде не істейді?
божарлап жүгіре бастайды ғой бауырсақ, иә, дәл солай реакция жүреді балалар. Калий салған кезде бірден от шашып бізде реакция бірден жүре бастайды. Одан ең артында бізде балалар суға Францияда ұқсастыр ғой, сонда су бірден атқылап ыдысымыз жарылып кетеді. Ол деген нені білдіреді? Ол деген осы металдардың химиялық қасиеті, металдық қасиеті жоғарыдан төмен қарай артады деген сөз. Оның металдық қасиеті неге артады? Себебі бұл элементтердің атомдық радиусы артады деген сөз. Сондықтан балалар, осы сіздерге түсінікті болу үшін мен келесі видеоны назар аударғым келіп отыр. Так, сумен, міне балалар, мына бізге видеоны суретті түсіріп алсақ, сумен әрекеттескенде сілті түзетіндіктен сілтілік металдар деп атайды екен. Түсіріп алайық балалар. Келесі. Енді балалар, бұл металдардың физикалық қасиеті, бұл металдар сұр түсті. Бірақ басқа металдан ерекшелігі балалар пышақпен оңай кесіледі. Және де бұл ауада тез тотығатындықтан балалар керосин астында бұл металдар ұстайды. Соған назар аударсақ балалар. Барлығымыз видеоға назар аударайықшы балалар. Ашпайды ма? Жақсы балалар, видеоға қазір біз назар аударамыз. Ендеше қосылғанша ары қарай кете береміз бе? Қосайық балалар бір минут. Посмотрим, как взаимодействуют с водой щелочные металлы – литий, натрий и калий. Щелочные металлы хранят в керосине, чтобы уберечь от разрушения кислородом воздуха и водяными парами. Литий – самый легкий из металлов. Он вдвое легче воды и всплывает даже в керосине. Плотность лития 0,54 грамма на кубический сантиметр. Посмотрим, как литий будет реагировать с водой. Для опыта нам нужен очень маленький кусочек лития. Литий с трудом режется ножом. Литий активно реагирует с водой с образованием щелочи и выделением водорода. Кусочек лития буквально тает на наших глазах. В растворе образуется щелочь, гидроксид лития. Серебристо-белый срез быстро тускнеет на воздухе. Натриймен әрекеттесуі жаңа литий болған болатын топ бойынша. В воде натрий ведет себя почти так же, как литий. Енді калиймен Бурно әрекеттесуін көрейік выделяется балалар. водород. Калиймен әрекеттесуін көрейік балалар. Фенолфталеин показывает, что в растворе содержится щелочь. Сілтінің түзілгені балалар фенолфталеин индикатор арқылы анықтадық, иә? Түсі өзгерді. И еще один щелочной металл – калий. С калием нужно обращаться очень осторожно. Калий может загореться на воздухе. Резать калий ножом совсем несложно. Калий так энергично реагирует с водой, что выделяющийся водород загорается. Яғни балалар, енді Цель. осы видео арқылы біз не түсіндік балалар? Яғни периодтық жүйеде қарайықшы балалар. Литий, натрий, калий, рубидий деп өсіп келе жатыр ғой, иә балалар? Осы металдар
жоғарыдан төмен қарай түскен сайын олардың химиялық қасиеті артып балалар. Көрдік па? Бірінші литийді кескен уақытта кішкене қиынырақ кесті, қаттырақ болды. Әрі қарай натрий, калийді кескен уақытта олар жұмсақ кесілді. Қасиет артып келе жатыр деген сөз балалар. Жақсы ма? Сумен сонда балалар ең соңғы металл сонда сумен әрекеттескен кезде ол шабытты әрекеттеседі. Жаңа калийдің өзін көрдік па балалар? Суға салған уақытта мысалы жану арқылы реакция болды, ең артына балалар франций салған уақытта біздің ыдысымыз да бірден жарылып реакция тез жүреді балалар. Ол деген нені білдіреді? Бұл топта сілтілік металдардың химиялық қасиеті артады деген сөз балалар. Жақсы ма? Олай болса балалар, әрі қарай бүгінгі қазір менің айтқан сөзімді қорытындылау үшін балалар шамалы тест орындап жүрсек, балалар 4 сұрақтан тұратын тест. Міне балалар, мына тест орындайықшы. Химиялық қасиеттердің ұқсастығы бар біріккен химиялық элементтер тобын не деп атайды? Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы. Кім жауап береді? Ұқсастығы біріккен химиялық элементтер тобын. Бір топта орналасқан элементтерді не деп атаймыз? Қан жауап берейік, Аружан. Не деп атаймыз? Аттарында жазбапсыздар балалар, е? Ау? Кім деп атайды? Ұяластар деп аталады. Қалай тағы да? Табиғи ұяластар өте жақсы. Келесі. Берілген элементтердің ішінен сілтілік металдар табайықшы балалар. Қайсысы сілтілік металдар? Натрий. Біріншісінде литий натрий. Литий натрий калий рубидий. Екіншісі полный. Дұрыс, екінші топ өте дұрыс айтасың. Литий натрий калий рубидий цезий. Келесі. Бей металдар қандай оксидтер түседі? Балалар, мен жаңа атап өткен болатынмын. Үстіңгі қышқылдық болады. Бей металдармен ал негіздермен қышқылдық оксид болады балалар, аха? Оны дәлелдеп жіберейікші балалар. Неге қышқылдық оксид болатынын дәлелдейікші? Қарайықшы балалар. Егер балалар, қараңдаршы, түсінікті болу үшін. Мен жаңа сөзбен айтқан, түсінбей қалдыңдар ғой деймін. Қарайық балалар. Егер балалар бей металдар болса, мысалы күкірт, фосфор айтайық. Одан кейін мысалы айтайық көміртек, азот дейік. Бұлардың барлығы бей металл ғой балалар. Осылар оттекпен реакцияға түскен кезде балалар, мынау эквивалентті дейік, мынау 6 дейік, оттекпен реакцияға түскен кезде бей металл мен оттегі қосылған кезде балалар қышқылдық оксидтер болады. Жақсы ма? Ал егер металл, мысалы магний, келесі кальций, барий, бұлар металдар ғой балалар. Бұнымен оттегі қосылған уақытта, мысалы магний ойы, бұлар негіздік оксид болады балалар. Жақсы ма? Сонда балалар, металл мен оттегіден тұрса, ол негіздік оксид, бей металл мен оттегіден тұрса, ол қышқылдық оксид. Ендеше балалар, жаңағы сұрағымызға қайта оралайықшы. Мына сұрақта дұрыс жауабы қайсысы болады? Дұрыс? Айта ғой. Дұрыс айтасыздар. Өте жақсы. Енді дұрыс жауабын қарайық балалар. Жақсы. Міне тағы да 4-ші сұрақ балалар. Сілтілік металдар сумен әрекеттескен кезде не түседі? Біз міне жаздық на кезде? Гидроксид балалар. Бұл не деген сөз? Сілті немесе негіз деп атайды. Сонда қайсы дұрыс болады? Айта ғой. Сілтілік. Айтасыздар, сілтілік болады, өте дұрыс. Сонда дұрыс жауабы С болады, міне балаларына дұрыс жауаптары өздеріңе түсіріп алсаңдар болады, балалар шыққан. Жақсы. Енді балалар оқулығымызды ашайық. Осы бүгінгі біздің тақырыбымызда оқулықты ашайық. 110-шы беттегі С нұсқасындағы 3-ші тапсырмадан бастағым келіп отыр. Неге? Себебі балалар, біз алдыңғы сабақта сіздермен жұмыс атқарған уақытта негізгі металдардың реакциялары туралы сандық есеп шығарған болатынбыз. Тура сол есеп. Енді балалар, мысалы, берілген оқиықшы. Оқи қойшы. Кім оқиды берілген? Берілген оқиық балалар. Массасы 20 грамм натрий гидроксидінің. Не берілген сонда массасы? Нені массасы берілген? Натрий гидроксидінің. Өте жақсы. Натрий гидроксидінің формуласы қалай болады? Натрий OH. Өте жақсы, өте жақсы. Оның массасы берілген. Берілгенін қалай жазам балалар? Масса. Өте жақсы. Натрий OH тен 20 грамм. Неше грамм? 20 грамм. Жақсы. Не тап дейді? Қой жересіз нені берілген? Берілген қой жересіз. Балалар, оқулықта бар, оқулықтарында аша қойындар.
Оқулықтың 110 бетінде ц нұсқасында 3-ші есеп Бізге тауып береді күкірт қышқылы. күкірт қышқылының қанша күкірт қышқылымен реакцияға түседі дейді, яғни массасын табамыз. Массасын табасыз. Масса H2SO4 сұрақ, иә? Жақсы. Мгм. Енді қараңдар балалар. Осы екі реакция Масса. жүргенде дұрыс не істейміз екеуін? Әрекеттестіреміз, иә? Естіреміз. Натрий Дұрысында не түсіреді балалар? Натрий К4. Өте дұрыс айтасың. Кім жауап беріп отыр? Асылжан. Асылжан, молодец. Әрі қарай не түзіледі? Міне, H2O. натрий мен SO4 кетіп қалды. Енді не қалды? H2O. Тамаша, H2O. Теңестірейікші. Натрий реакциядан кейін екеу, реакцияға дейін біреу-ақ не істеймін? Екі алдына қояды. Молодец. Міне, сутегім екеу болды, сутегім екеу болды, төртеу болды. Мына жақта екеу-ақ не істеймін? Алдына екеу қоясыз. Тамаша. Енді қараймыз балалар. Беріліп тұрған заттың астын бір сызықпен сызамын да, үстіне 20 грамм деп жазып қоямын. Табу керек заттың астын екі сызықпен сызамын. Бұл X. X деп қоясыз, белгісіз. Дұрыс. Әрі қарай қандай сандық мәлімет тауып едік балалар? Шығарып едік қой алдыңғы сабақта. Қандай сандық мәлімет таптық балалар? Сандық мәлімет қандай болды? Натрий OH-тың несін табамыз да? Несін? Зат мөлшері, сосын Мазат мөлшері. дұрыс. Зат Балалар. Малярлық масса бөлінген. Дұрыс. масса. Балалар, мен кішкене шетіне жазайын ба? Мына жер көрінбейді ау дейміз. Накликатор екен. Міне нью, МР, малярлы масса және масса. Ал кеттік балалар. Натрий OH-тың алдында 2 деген сан тұр. Значит, зат мөлшері қанша? 2 қосылады. 2 моль. Өте Екі. жақсы. Күкірт қышқылының алдында ше? Күкірт қышқылының алдында не бар? Еш нәрсе жоқ, 1 моль ма? Дұрыс, молодец. 1 моль болады. Ал енді натрий OH-тың молекулалық массасын тауып ала қойыңдар. Балалар, оқулықты аша қойық. Натрийдің массасы қанша? Натрийдің массасы қанша? Тез периодтық жүйені ашайық, балалар. 20. Неше? Массасы қанша? бола ма? Натрийдің Жоқ, массасы 20. Дұрыс, 20 неше? Натрийдікі 23 қой. Молодец, 23. Оттегінікі? Оттегікі 16. Тамаша, сутегінікі? Бір көбейт. Қосайық. 23 қосы 16 қосы 1. 23-ке 17-ні қосайық. Неше болады? 40. Молодец, 40. 40 болады. Мына малярлыға не жазам мен? Екеуін есептелу 1, айырмашылығы 40. Ой. дұрыс. Өлшем бірлік қана бар, иә? Енді балалар, массаны табу үшін мына малярлықпен зат мөлшерін көбейтемін. Сонда моль мен моль қысқарып кетеді. Қанша болады? 80. Тамаша, 80 грамм болады. Дәл солай күкірт қышқылын табайық балалар. 80. Сутегі нешеге тең? Сутегі 2-ге нешеге тең. Сутегі 1-ге ғой, балалар 1-де 2-ге өтесің ғой. Жоқ, 1-ге ғой, 2-ге көбейткен 2 ғой. Тамаша. Келесі күкірт. Күкірт неше? 32 қосылған. Тамаша. 32-ге 2-ні қосам, 34 болды. 98 қойсам да. 98 болады. Тамаша. Кім жауап берген? Асылжан. Асылжан, молодец. Малярлы массасы қанша болады сонда? Асылжан. Грамм моль ғой. Дұрыс, 98 граммна моль. Енді массасын табу үшін Асылжан не болады әрі қарай? Аружан, жауап берекші, не болады? Не істеймін? 98-ден 1-ді көбейтем. Сонда моль мен моль қысқарып кетеді да, грамм қалады. Қанша грамм болады? 98 грамм. Дұрыс. Енді балалар, әрі қарай не істеп едік? Біз осы сандық мәліметті тапқанбыз, содан кейін не құрдық балалар? X-тен Дұрыс, пропорция. пропорция құрған болатыз. Ал айтақшы, кім айтады пропорцияны? Үстіңгі массаның астыңғы массаға қатынасы не болады? 20 граммда 80 грамм. Тамаша, 80 граммға. 20 граммда Аха, сосын, 80 грамм. сосын, сосын. X граммда 98 грамм. Тамаша, кім жауап беріп отқан? Әрі қарай қалай болады? X таба қойыңдар ал. X таба қойыңдар. X таба қойық балалар. Пропорциядан X табақ балалар. Қалай болады? 20-ны көбейтем нешеге? 98. Тамаша, 98 граммға бөлем нешеге? 80-ге. 80 грамм. Қанша шығады балалар? 24,5. 24. Жауабын қарайықшы оқулықтан балалар. Оқулықтан жауабын қарайықшы. Оқулықтан жауап. 25 грамм. Дұрыс па? 24,5 грамм. Дұрыс. Ең артында балалар біз жауабын жазамыз, е? Бұл тапсырманы өте жақсы түсініпсіңдер балалар. Кімдікі сөндіреміз,
Жақсы, өте жақсы. Асылжан өте жақсы жауап беріп отырсың. Аружан жақсы. Яғни балалар, біз бір масса белгілі болып, екінші массаны табу үшін балалар сандық мәлімет тауып аламыз да, ең артында пропорция құрады екенбіз. Балалар, түсіріп алайық. Түсіріп алайық. Дайынбыз ба, балалар? Жақсы. Ендеше балалар, әрі қарай біз сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Сабағымызды әрі қарай жалғастырайық, балалар. Енді балалар, мынаны түсіріп алсақ, келесі балалар дәл осылай бізге келесі есеп беріп тұр. Сонымен сабағымызды бекітейікші балалар. Келесі есеп бізде қандай балалар? Қараймыз. Массалары 14 грамм литий беріп тұр. Демек, литийдің массасы 14 грамм дейсіңдер, натрийдің массасы 46 грамм дейсіңдер. Екеуі де балалар сумен әрекеттесті. Бұл балалар оқулығымыздағы 110-шы беттегі С нұсқасындағы нөмір 2-ші есеп. Балалар, мен С нұсқасын жылдам шығаруға тырысып тұрмын, себебі бұл сіздер үшін қиын есеп болғандықтан. Жақсы ма? Ендеше балалар, 14 грамм литий беріп тұр, 46 грамм натрий беріп тұр. Осы екеуі сумен реакцияға түседі. Қане жазайықшы. Және де ең артында сутегі бөлінеді балалар. Сутегі бөлінген кезде осы сутегінің көлемін табу керек. Дәл солай балалар пропорция құрамыз. Қане бастайықшы. Жазып кішкене көмек берейін бе, ручкаға болады? Балалар, мен тағы да мына жерде жақсы ең артындағы көрсек, себебі жаңағы шығарған есебіміздің балалар бізде практикалық туры бар, кім көретін. Мына есеп шығапса, содан кейін көреміз, практикалық турын. Жақсы. Ендеше балалар, не беріп тұр? Масса. Литий беріп тұр. Тамаша. Неше грамм? Так, 14 грамм. Так, 14 грамм. Натрийдің массасы 46 грамм. Масса натрий 46 грамм. Тамаша. Не табу керек балалар? Екеуінде көлемдері бірдей ма? Бірдей емес па? Соны табу керек. Сутегінің бөлінуін табу керек. Тамаша. Табу керек. Дұрыс. Көлемін. Дұрыс. Бірдей ма? Әлде әртүрлі ма? Соны табуымыз керек. Ол үшін не істейміз балалар? Литий қосылған H2O не болады? Литий-О, Литий-О, H2. Литий-OH болады. H2 бөлініп, литий-OH, H2 бөлініп Дұрыс. шығады. Газ ба? Сонда мұнаны көлемін табу керек балалар. Теңестіріп алайық. Сутегім екеу. Сосын литийға қоямыз. Тамаша. 2 қоям, сосын литийға қоям. Тамаша. Мұна литий беріліп тұр балалар 14 грамм. Астында балалар, астында өздерін тауып алыңдаршы балалар. Массасы қанша болады? Литийдің тауып алыңдаршы. 14. Литийді периодтық жерден қараңдар. Литийдің массасы нешеге тең? Литийдің массасы нешеге тең? Литийдің массасы балалар 6,9, жуықтағанда ол нешеге тең? 7. Дұрыс. 7-ні 2-ге көбейтіңдер. 14. 14. Пропорцияны құра беремін. 14 граммның 14 граммға қатынасы тең X-тің, мына қараңдар балалар, көлем тапқандықтан мына сутегінің астына 22-де 4 литр моль жүреді. Көлемді. Қай жерде көлем тұрады, ол жерде тұрақты сан 22-де 4 жүреді. Яғни жазам 22-де. жағдайда. 22,4 литр мольға. Жақсы, енді балалар, осы жерде X таба қойыңдаршы. 14 грамм көбейтілген 22,4. Бөлем 14 граммға. Грамм мен грамм қысқарады, неше шығады балалар? 14 пен 14 қысқарып кетеді, неше шығады? 1 шығады. 22,4. 22,4 деп алайықшы, 22,4 шығады, Иә. Жақсы. Енді дәл осылай балалар, литиймен шығардым ғой, сендер натриймен шығарып, маған көрсетіңдерші. Келесі екінші аяқ тура осылай шығарылады балалар, тек литийдің орнына натрий қоямыз. Қаны шығарып көрейікші, сосын тексереміз. Жылдамдатайық балалар. Дәл осылай келесі натриймен реакцияны көрсетсек. Балалар, жылдамдатайық. Қаны балалар үлгі тұр, қарап шығарайық. Натрийдің массасы 23-ге тең. 2. Қайтадан түсіндіріп жүресіз. Қайтадан түсіндіріп жүресің бе дейсің бе? Жақсы, мына натрий, литийдің орнына бала натрий деп жазамыз. Оған H2-ны қосамыз.
Сонда не шығады балалар? Натрий OH қосылған H2 шығады, жарай ма? Дәл осылай алдарына коэффициент қойылады балалар. Сосын бүйтіп көлем табасыздар. Мына Бұл жерде 22,4 шығады. неше шықты? 22,4. Қан сұра қойшы, камераға түсірші тексерейін. Камераға түсіра қойшы. Камераға түсіра қойшы, қан көрейін. Камераға түсірейікші, шығарған есебімізді тексеріп көрейін. Кім шығарды деді? Асылжан шығарды деді, Аружан шығарды деді. Қан сұра қойшы, Аружан, камераға түсіра қой. Фотоға түсіріп жаңа көрсете қой маған. Камеранды қосып көрсете. Так, аха, болды, осылай тұрсын, қарайым, дұрыс. Так, натрий 46 болады, өте жақсы, массасы 22-ге көбейттің ғой, өте жақсы, тамаша. Асылжан, өте жақсы, Асылжан. Тағы да кімде бар балалар? Асылжан өте дұрыс шығарды, тағы да. Кім шығарды тағы да? Қаны, көрсете қойшы, 135-ші мектеп, қаны, көрсете қой. Қаны, 1 минут, ұстап тұр, солай, ұстап тұр. Так, 46-ға бөлді, мына кезде 22-да 4 дедің, иә? Жақсы, жауабы неше болды? Көрмей қалды ғой. Жауабы неше болды? 22,4 болады ғой. Тамаша, 22,4 шықты. Тағы да кім шығарды? Қысқарып кетеді да, қайтадан 22. Иә, қысқарып кетеді, дұрыс айтасың, қысқарып кетеді. Қана, көрсете қойшы, сен шығардың ба? Мына бала кім? Көрсете қойшы, шығардың ба? Көрсете қой. Біз 135 алдында сабақ өткенбіз, дәл осы реакциялармен есеп шығарғанбыз, аха. Балалар өте жақсы жұмыс істеп отыр. Так, мына баланка көрінбейді маған. Так, қысқартып жібердің, иә, 46 мен 46 қысқарып кетті. Молодец, тамаша. Кім мына көрсетіп тұрған баланың аты, есімі? Өте жақсы. Так, сонда 135 мектебінен 2-3 бала көрсетіп тұр, өте тамаша балалар. Енді осы суретінде жаңа бірінші көрсеткен Асылжан экранға шығара қойш, балалар түсіріп алсын. Асылжан экранға шығара қойш, балалар түсіріп алсын. Қан, Аружан көрсетші. Так. Аружан көрсете ғой. Қан, Аружан теңестірмеппіз, аха. Натрий OH-тың алдына 2 қоясың, Аружан. Натрийдің алдына 2 қоясың, жарай ма, Аружан? Судың алдында 2 болады, Аружан. Теңестіріп ал. Тамаша. Қаны көрейік. Так, мына бала 135 көрсетіп тұрған бала жауабы дұрыс, бірақ реакцияны теңестірмепсің, жарай ма? Жаңа менде экранға шығарғанда сақтап аш. Қаны, Асылжан көрсетші. Міне Асылжан. Асылжан судың алдына 2 қойш, H2-ның алдына 2 қойш, Асылжан. Сосын кейін балаларға түсір, шақақ түсіріп алыңдар балалар. Аха. Судың алдына 2 қой, Асылжан. Жақсы. Жақсы балалар. Ендеше осыны балалар түсіріп алайық. Келесі видеомыз. Так, балалар өте жұмыс жасады, әсіресе 135-ші мектебі өте жақсы балалар. Енді балалар, бүгінгі үй жұмысын жазып алайық. 31-ші параграф В нұсқасындағы 1-2 сұраққа жауап жазамыз. Жақсы ма? Содан кейін сол жауапты маған жекеге жібереміз. Мен кері байланыс аламын бала. Жақсы ма? Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма балалар? Кері байланыс алайықшы. Бүгінгі сабақ түсінікті, Аружан жақсы. Тамаша, рахмет. Бізге қолмен көрсетіп өте жақсы балалар. Көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлематта болайық балалар. Қатысқандарыңызға көп рахмет. 135 алға, молодцы. Молодцы, өте жақсы. Тамаша. Сабағыңа өте жоғары деңгейде, молодец. Жақсы шығардың. Асылжан, ол баланы білмеймін, Аружан. Өте жақсы, молодцы. Сау болыңдар балалар.